Біздің мақсатымыз саналы, адал, білікті азаматтарды тәрбиелеу, оларды еліміздің болашағы үшін дайындау. Бұл кезең бізге жас ұрпақ білім мен тәрбие беру жұмысында жаңа шарықтар шыңына жүктеуге мүмкіндіктер беретін сеніміміз. Балалардың туған жерге оның салт дәстүрін, әдет ғұрпын, танымалын құрметтеп қарауды, санасын сіңіру, ұлттық санаға жаңғырту ортақ парымыз болып келеді. Осы жолда еңбек етіп, әрбір ұстаздың үлес жас ұрпақтың сапалы білім тәрбие алуына септігін тигізеді. Біз сіздердің білім беру саласындағы жауапты қызметкерлеріңіз Қазақстандық қоғамның дамуына қосқан үлкен үлес деп бағалаймын. Оқушылардың білім алуы, олардың болашаққа деген сенімі, білім мен тәрбие алуы деңгейі сіздердің еңбектеріңізге тікелей байланысты. Ұстаз жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы ұстаздық ұлы құрмет, себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор, еншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды сондай ардақтауға міндетті. Және де бізде бір жақсы бір айтқым келеді, тенденция қалыптасқан департаментте облыстардың, аудандардың ішінде бір жақсы сарапшылар қажет болса, осы көбіне бізде қабда есімізге түседі. Өйткені біз білеміз, қабданың жалпы педагогтарының біліктілігінің, сауаттылығын, сонымен бірге жауапкершілігінің өте жоғары екендігін, қандай да бір тапсырылған тапсырманы болсын, міндетті болсын, адалда әрі дұрыс атқарады. Оған біз көзіміз жеткен. Өткен оқу жылының қорытындысы бойынша білім сапасы 67%-ды құрайды. Яғни ол 1,5%-ға өсім болып келеді ауданымызда. Қазіргі таңда бірінші классқа 277 бала қабылданды. Биылғы жылы мектеп бітірген 131 түлектің 16 түлегі алтын белгі төсбелгісінің иегері, 19 түлек қызыл аттестат иегері және бүгінгі күні 78 түлегіміз мемлекеттік білім беру грантының иегері атанды. Өткен жылмен салыстырғанда 4% жоғары. Білім күнінің қарсаңында ауданымыздың білім саласы толағай табысқа кенеліп, 2023-2024 оқу жылдарының жеткен жетістіктерінің қорытындылары бойынша Қобда Қазақ мектебі облыс көлемінде орта білім беретін үздік ұйым атанды. Бірінші қыркүйек білім күнімен, дәстүрлі жаңа оқу жылының салтанатты басталуымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Өмірдегі көп мамандықтардың ішіндегі жан-жақты біліктілікті, икемділікті, шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мейірімділік пен сабырлықты қажет ететін мамандық ол әрине ұстаздық. Жастар қоғамның болашағы, Қазақстанды көркейту мына біздің қолымызда. Қазақстанның жалынды жас маманы ретінде мен Ырысбай Нұрбақ Серікқалиұлы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің география тарих мамандығын 2024 жылы тәмамдап, ұстаздар қауымын толықтыруға үлкен жігермен келіп тұрмын. Жас маманды құшақ жая қарсы алған Қобда аудандық білім бөліміне және Исатай Тайманов атындағы гимназия ұжымына алғысым шексіз. Ұстаздың жүгі ауыр жүк екенін білсем де, ұстаздардың әсерлі үні, мәнерлі сөзі, шәкіртке деген мейірімі, дана ойларының ыстық лебі мені осы салаға жетеледі.
Бүгінде жас маман болғаныммен болашақта ұлағатты ұстаз болу менің басты мақсатым. Жарқын болашақ елердің жүрегіне білім нәрін сеуіп, шамын жағуда аянбай еңбек етемін. Бүгін қолдау таңда жаңа замандағы білім беру, тамыз саммиті өте жоғары деңгейде өтті. Жас ұрпаққа сапалы білім саналы тәрбие беруде цифрлық сауаттандыру, жас ұрпаққа өзекті мәселелердің бірі сапалы білім беру, яғни оқушыларды цифрлық сауаттандыруға ынталандыру. Яғни оқушылардың өзіндік көзқарасын өмірімен байланыстыра отырып, оларды жаңа идеяларменен жаңа шығармашылық табыстарға жетелеу барша ұстаздардың қауымының алдында тұрған басты міндеттердің бірі болып саналады. Яғни жас ұстаздардан білім алған шәкірт болашақта өз өмірде өз орнын таба біліп, өмірдің біртүрлі болып қалуына осы ұстаздар қауымының алдында тұрған ең басты міндеттердің бірі деп білемін. Барша ұстаздар қауымына осы тамыз саммитінде шығармашылық табыстар тілеймін. Беренген қалай ғана сүйалады